Сәлем құрметтілерім, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Бүгін бірінші күн. Өте көп адамдар енді маған жекеменде жазған екен, кейбір кісілер, және де мен осы бір комментарийлерді да оқып қалдым да. Слушайны, сонда адамдардың көпшілігін қарасаңыз, 2026 жылы мен бақытты болам деген аффирмациялар, әртүрлі нәрселер жазыпты, және өте көп сондай адамдар бақытты болам деп. Мен бақытты болам 2026 жылы деген. 2026 жылы әзір келді. Сіз дәл қазір бақыттысыз ба? Жүрегіңіз тыныш па? Жаныңыз жайлы ма? Жаныңыз тыныш па? Бұл жерде мәселе осы. Мәселе сіз өзіңіздің жан тыныштығыңызды таптыңыз ба? Адамдар бақытты болуға қатты тырысады, бақытты болам деп бақытты іздейді. Бірақ сіз ойлағандай бақытты сіз іздеген сайын, бақытты болуға ұмтылған сайын, бақытты болуыңыз мүмкін емес. Бақытты бола алмайсыз. Өйткені осы өмірдегі, осы бүкіл уақиғалар, бүкіл өмір барлығы өткінші. Солай, өткінші. Бәрі мына ұлы жүйе өзімен өзі болып жатыр. Сіз өзіңізді отырып, сенбесеңіз қарап көріңізші. Таң атып жатыр, кеш батып жатыр. Сыртқы әлемге қарасаңыз, бәрі жүріп жатыр, өзімен өзі болып жатыр. Ал сіздің ішкі әлеміңізде бәрі өзімен өзі қан айланып жатыр. Көзіңіз көріп тұр. Өтіңіз жұмыс жасап жатыр. Ашқазаныңыз жұмыс жасап жатыр. Шығарады, жейсіз, шығарады. Шашыңыз, тырнағыңыз бәрі өсіп, бүкіл клеткаларыңызда, барлығында клеткалардың өзі өледі, қайтадан тіріледі, сөйтіп жұмыс жасап жатыр. Ал сіз осының барлығына кедергі жасайтын сіздің умыңыз, сіздің егаңыз, сіздің егаңыздың эмоциясы. Және сізге еш нәрсе керек емес. Бүкіл 2026 жылы бүкіл маскалар шешіліп, ролдар құлайды деп айтатыны да сол. Жыл керемет, жыл өте тамаша. 2026 жылы адамдар жұмақ санаға өтеді деп айтады. Ол деген сөз сіздің таңдау еркіңізге берілді. Сіз қалай өзіңізді дәл осы сәтте өмір сүресіз ба? Жоқ, бақытты қуалап, ертең мен бақытты болам, бүрсі күні мен бақытты болам деп жан таласып жүгіресіз ба? Жоқ, сіз қиындықтардың бәрін құтылсам деп армандайсыз ба? Мысалы, көптеген адамдар маған жазады, мен проблемам көп, осы қиындықтардан құтылып кетсем дейді. Қиындықтан сіз құтылам деп құтыла алмайсыз. Ол қиындықтан құтылам деген сайын сізге қиындық келе береді. Тоқтамайтын қиындық. Себебі не үшін сізге бір қиындықтың артынан екінші бір қиындық дайын тұрады, үшінші бір қиындық дайын тұрады. Және адамдар ол қиындықпен күреседі. Шын мәнінде ол қиындықпен күресудің ешқандай қажеті жоқ. Ол қиындық солай келді ма, солай кетеді. Оның уақытша ол солай өтіп жатқан нәрсе. Сіз соны жай ғана өте ғой қиындығым деп рұқсат берген кезде, ол жай ғана өтіп кететін қиындық. Оның бәрін тоқтатып, ұстап тұратын сіздің миыңыз, сіздің ойыңыз бүкіл бәріне әсер етіп жатқан. Соны тоқтатқысы келеді, соны жасатпағысы келетін әлемнің бүкіл ұлы жүйесіне қарсы тұрып, сіз қарсы ағынға жүзесіз да, барлығы өзімен өзі болып жатқанын сіз түсінуіңіз керек та. Сіз өзіңіз энергиясыз, сіз санасыз, сіз ешкім емессіз, және бәрісіз деп айтатыны сол себепті. Себебі сіз бақытқа емес, жанның тыныштығына ұмтылуыңыз керек еді. Сіздің мақсатыңыз жаныңыздың тыныштығы, бақытты болу емес. Егер бақытты болуға ұмтылып жүрсеңіз, ешқашан бақытты болмайсыз.
Өйткені барлығы өтіп атыр. Сіз өміріңіздің ең соңғыне дейін жабысқан жақын жандарыңызға дейін, өміріңіздің ең соңына дейін күрескен нәрселердің барлығы сіздік емес, сізге тиесілі емес. Және оның барлығы өткінші. Барлығы өтіп атыр. Солай. Еш нәрсеге сіз ұстап қала алмайсыз. Мүмкін емес. Барлығы өзімен өзі болып жатыр. Сіз осыншама қандай қиындықтың ішінен өзіңіздің жан тыныштығыңызды жоғалтып алмауыңыз ғана маңызды. Нағыз оянған адам бақытты адам емес. Нағыз оянған адам ол өмірдің өткінші екенін, бақыттың да өткінші екенін түсінген адам. Бүкіл мына ұлы жүйенің барлығы өтіп атыр. Өзімен өзі. Барлығы сіздегі уақиғалар, сіздегі ненің барлығы өтіп атыр. Бүкіл бәр. Сіз еш нәрсеге кедергі жасамай, барлық нәрсенің ішінен тек жаныңыздың тыныштығын ғана тапсаңыз болған. Сол жеткілікті сізге. Бұл деген сіз дәл қазір бақытты болыңыз. Осы сәтте сіз жаныңыз тыныш болсын. Осы сәтте сізде бәрі бар. Сіз бай болыңыз. Себебі әзір адамдарға арман мақсат жаз десең, оны ертең болады деп ойлап жүреді. Дәл қазіргі кезде сіз арман мақсатыңызды осы сәтте елестетіп отырып, мен қазір бақытты болып жатырмын деген сенімде өзіңіздің жүрегіңіз осыны мана үйді алғанда, машинаны алғанда тыныштала ма? Жаңа жайыңыз, жай табып бір қуаныш келе ма? Шын мәнінде сіз соған сол күйді, сол алғандағы, машинаны алғандағы, үйді алғандағы көңіл күйіңіз сіздің шын мәнінде адамдарға ештеңенің де керегі жоқ, қажеті де жоқ. Сіз анада емессіз, әкеде емессіз, сізде ешқандай рол жоқ, ешкімде емессіз. Сіз соны түсінген кезде, ешкімде жоқ екенін түсінген кезде, сізден басқа сол кезде барып сізде бүкіл жан тыныштығы орнай бастайды. Сол кезде барып сіздің сол жан тыныштығыңызға қарата өмір сізге жауап береді. Және сіз мәңгісіз. Және сіздің мына жаныңызда айналадағылардың барлығы өзіңізсіз, сізсіз. Мына дүние сіз, бүкіл әлем бәрі сізсіз, барлығы айланып жатыр. Барлығы былай қозғалыста өзімен өзі жүріп жатыр. Сіз тек бақылаушысыз. Бақылаушы ғанасыз. Тек қана бақылаушысыз. Бұл солай. Кешіріңіздер.